Қайырлы кеш, TikTok көрермендері. Мен сіздермен мынандайлайын, Биохакинг групптың авиалайн, артралайн, магний водород жөнінде лично өзімнің результатыммен бөліскім келіп отыр. Февральдың 9-ында мен сол өнімдерді алып пайдаланған болатынмын да, өйткені менің мына сүйектерім ревматизмнан артрит, артроз деген диагноздарға кетіп қалды. Оның сыртында менде не болды? Остеохондроз болды. Остеохондроздан басым ауырып, вечно арқам, нем қатып қалып, қозғалтпай, буындарым қақсап, тізем бастырмай, бірыңғай солай қиналып жүретінмін да. Сосын өзім үшін осы компанияға келіп өнімдерін алып іше бастағанда, маған 1.7-де бұл өнімдер результатын берді. 1.7-де өзім де білмей қалдым, қалай ұйқым, түн баласы аяғым ауырып, суға салып, бірыңғай маздар жағып әртүрлі сөйтіп қиналып шығатынмын да. Қалай өзім ұйықтап жүргенімді өзім білмей қалып, ауырмай қалғанда адам біртүрлі ұмытып қалады екенсің ауруыңды. Сол 1.7-де мен бәлен жылғы ауруым кәдімгідей жеңілденіп, аяғымды жақсы басып, тіземнің қытырлағанын, буындарымнан қозғалмай, не істейтін ширақтанып, кәдімгідей хондроздымда арқам жазылмай, қыртысып, не істеп ауырып жүретін. Соның бәрі кәдімгідей 1.7-дің ішінде маған жақсы результатын берді. Аяғымды басқанда да қиналып басып, лестницадан әрең түсіп, тіземді бүгілмей, қай күндері қиналатын да. Осы өнімдерді қазір енді ол 1 айдан асып кетті, ішіп пайдаланып жатқаныма. Өте керемет результат енді, таза. Оның сыртында да адамның бойында әртүрлі білінер-білінбесте аурулар болады ғой. Соның бәрі де кетіп жатырған сияқты өзім сезінем. Кейде өтім толып біртүрлі. Бір 3-4 жыл бұрын УЗИ-ға түскен кезінде өтім толды деген, одан кейін сол жұмыс, анау-мынау үйдің шаруасы деп жүре береміз ғой біз, өзімізге қарамаймыз. Қатты приступ бермегеннен кейін жүре беретін да. Сол өтімді біртүрлі мазамды алатын, қазір ол да ешқандай да мазамды алмайтын болыпты, біртүрлі ауырсынып сөйтетінем. Соны енді ойлап отырсам, қазір сол ауруларым кәдімгідей өзіме білінбей кетті осы өнімдерді пайдаланғаннан бері. Өте жеңіл, сосын энергия, өте энергияны жақсы береді. Күнұзаққа жұмыстамыз ғой, Астана қаласында таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейміз. Аяқ басып ауырғаны былай тұрсын, энергиямыз да бітіп шаршайтынбыз. Қазір сол шаршағандығым да кетіп, шашымда уыс-уыс түсетін еді, қазір шашым да түспейді, тырнағым да қатайып, тырнақ салдыртып тырнақ бояймыз ғой.